Жасөспірімдердің жан-жақты дамуында оның тек қана зияткерлік қабілеті емес, физикалық құлшыныстарының да маңызы зор. Кәсіби педагогика және салалық технологиялар колледжінің студенті Аида Жинәділова 10 жасынан бастап баскетбол, волейбол, үстел теннисі, сонымен қатар жүзу спортымен де айналысады. Колледждің атын қорғауда спортшының жетістіктері орасан. Тақырыпты толығырақ Әмбебап спортшымен тілдесіп қайтқан әріптесім жалғастырады. Спортшы бүгінде Маңғыстау бойынша кәсіби тәжірибелі баскетбол клубының мүшесі. Айтуынша алғаш спортпен айналысуына жаттықтырушысының септігі мол болған. Адам ерінбей еңбек етсе, алар асуы да көп болады дейді ол. Болашақта Жаңаөзеннің мәртебесін асқақтататын спортшы болуды армандайды. Осындай биіктерге жетуіне қолдау көрсеткен колледж басшылығы мен бапкерлеріне алғысы шексіз. Колледжден шығып, Ақтау қаласындағы кәсіби клубта өзім игрок ойнаймын, ойыншымын сол жақта. Қазіргі таңда республикалық көлемде біздер осы Маңғыстау қаласы Қазақстан чемпионаттан екінші орындамыз. Басында қиынға соқты, содан кейін өзім үйренісіп кеттім, өзім жақсы көремін баскетболды, кішкентай кезімнен бері ойнаймын. Талпынамын, ең басты ерінбеу керек қой, жалқау болмау керек, талпыну керек, алға қарай ұмтылу керек, сонда ғана өз мақсатымызға жетеміз. Бапкерлер де жас спортшының бағындырған шыңдарын мақтан тұтады. Аида баскетболдан дүбірлі додаларда жеңімпаз атанып, ірі командаларда өнер көрсетіп, қаланың намысын қорғап жүрген жалғыз спортшы. Қатарластарынан төзімділігі мен спортқа деген айрықша ықыласымен ерекшеленетін ол волейбол, үстел теннисі, жүзуде де алдыңғы қатардан көрініп келеді. Бүгінде колледж мақтанышына айналған осындай спортшылардың бары қуантады дейді бапкерлер. Жинәділова Аида қазіргі таңда біздің колледждің мақтаныш айтатын себебіміз ол өзендегі жалғыз бірінші қыз болып есептеледі. Яғни Ақтаудағы кәсіби баскетбольный клубтың ойыншысы. Ол кәсіби баскетбольный клубта ойнап жүріп, қазіргі таңда Қазақстан Республикасы чемпионатында 3-ші орын алды. Сол осы жылы сәуір-мамыр айында Қазақстан Республикасы кубогында 2-ші орын алды. Кеше жақында өткен Қазақстан Республикасының студенттер арасында республиканың чемпионы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің жастарымызды Қазақстанның болашағын әр салада қолдауымыз керек деген болатын. Жас спортшы бүгінде әртүрлі мемлекеттерде тәжірибе алмасып, өзін шыңдау үстінде. Ол алдағы уақытта республикалық және әлемдік чемпионаттарда өз бағын сынайтын болады. Айнұр Мейрамбайқызы, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.